Тылсым тас пен таңғажайып маймыл. Баяғыда терең орманның ар жағында адамдар аяқ баспаған жұмбақ өлкеде Миро деген ерекше маймыл өмір сүріпті. Ол жай маймыл емес, сөйлейтін, кітап оқитын, тіпті сиқырды меңгерген данышпан маймыл екен. Бір күні Миро ескі кітаптардың арасынан тылсым тас туралы жазылған бетті тауып алады. Ол тасты кім ұстаса, сол адамның бір арманы орындалады екен. Бірақ бір ғана тілегі жүзеге асады. Сондықтан тасты абайлап қолдану керек. «Міне қызық», деді Миро. «Мен бұл тасты тауып, шын жүрекпен армандай алатын біреуге жеткізуім керек», дейді. Саяхат басталды. Миро жолға шығады. Ол биік таулардан асады, өзендерді кесіп өтеді, құмды шөлден өтеді. Жолда ол түрлі жануарларға көмектеседі. Бірінші, қанаты жараланған ұзын құйрықты тоты құсқа көмектесіп, оны емдеп алады. Кейін ұясына орала алмай жүрген кірпіні жолға шығарып салады. Соңында тістері ауырған арыстанды емдеп береді. Олардың әр қайсысы Мироға алғыс айтып былай дейді: «Егер қиындыққа тап болсаң, біз саған көмектесеміз». Ақыры Миро тылсым тас орналасқан үңгірге жетеді. Бірақ үңгірдің аузында тастың күзетшісі тасбақа алып отырады. Бұл тас бәріне емес, тек шын жүрекпен, өзінен бұрын өзгелерді ойлай алатын жанға беріледі, дейді тасбақа. Миро ойланып тұрып, мен өзім үшін ештеңе сұрамаймын. Бұл тасты бір ерекше балаға апарғым келеді. Ол жетім, бірақ өте мейірімді. Әр қашан өзгелерге көмектеседі. Менің арманым сол баланың арманы орындалса. Тасбақа ойланып, тас жанып шыға келеді. Бұл Мироның жүрегінің тазалығын білдіреді. Жарайсың, бұл тас енді сенде, бірақ ол бір ғана тілекті орындайды. Жақсылап таңда, дейді. Миро тасты алып, көп күн жүріп, әлгі бала тұратын ауылға жетеді. Бала Мироның сөзін естігенде таң қалады. «Мен мына тастан тек бір нәрсе тілеймін», дейді бала. «Барлық жетім балалардың жанында жақсы адамдар болсыншы». Сол сәтте тас жарық шашып, көкке ұша жөнеледі. Бұл тілектің орындалғанын білдіреді. Содан бастап әлгі ауылда әрбір жалғыз жүрген балаға жақсы адам жолығатын болған екен. Ал Миро бұрынғы орманына оралып, өзіне кішкентай кітапхана ашады. Келген балаларға ертегі оқып беріп, армандай білуді үйретеді екен. Нағыз сиқыр жүректегі мейірім мен басқаларды ойлау білуде.